Ең алдымен үлкен ыдысымызға ұн мен сары майымызды, бөлме температурасында сары майымызды осылай крошка етіп аламыз. Ұнмен араластырып, қолдың көмегімен. Сонан соң жұмыртқамызды және 100 грамм қаймақты саламыз. Бір шай қасық тұз, 100 грамм суымызды және жай жарты шай қасық разрыхитель қосып, қолдың көмегімен қамырымызды илейміз. Міне осылай қамырымыз шығады. Өте жұмсақ болады, жұмсақтықтан қорықпаңыздар. Енді осы қамырымызды алып, салафанға салып, 20 минутқа тоңазытқышта сақтаймыз. Ары қарай менде осындай тауықтың төс еті және 2 пияз және 2 картоп. Егер сіздер тауықтың еті болмаса, кәдімгі жылқы етін немесе сиыр етін қолдансаңыз болады. Бәрін осылай көбе қып турап алдым. Ары қарай картошкамызды, яғни картопымызды тураймыз осылай көбе қылып. Дәміне қарай тұз және бұрыш септім. Қалауларыңызша приправа, яғни дәмдеуіштер қоссаңыздар болады. Жақсылап араластырамыз. Енді кезекте қамырымыз осылай қаттырақ күйге түскен. Міне осылай бөліп аламын. Әрқайсысын 4 бөлшекпен көзбен өлшеп алдым. Сіздер граммға салып алсаңыздар да болады. Ары қарай осылай жіңішке етіп жайып аламыз. Кішкене ғана ұн сеуіп жаямыз. Немесе жабысып қалуы мүмкін. Міне бәрін жайып алдық. Енді салмамызды салып, бүгіп шығамыз. Осы ортада пешімізді қыздырып аламыз 200 градусқа. Ол өздеріңіздің қалауыңызша 3 бұрышты етіп бүксеңіздер болады, немесе осылай бүксеңіздер де болады. Енді ары қарай табамызды майлап, немесе фольга төсеп, пергамент қағазын төсесеңіздер болады. Осылай бәрін кезек-кезек салып шығамыз. Ары қарай жұмыртқаның сарысымен осылай бетіне жағып шығамыз.
Өздеріңіз қалауларыңызша күнжіт, ақ күнжіт немесе макс сепсеңіздер болады. Менде осындай ақ күнжіт септім. Ары қарай духовкамызға салып 200 градуста 30-35 минут қыздырамыз. Міне біздің самсамыз пісіп шықты. Өте дәмді болып шығады. Міндетті түрде жаңа жасауға кеңес беремін.